Жетісай ауданында 10 қаңтардан бастап азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы тұрақты жұмыс режиміне көшті. Жетісай ауданы мен Асық-Ата кенті халыққа қызмет көрсету орталығы бөлімі азаматтарға таңғы сағат 9-дан кешкі 18:00-ге дейін үзіліссіз қызмет көрсетуде. Тек келушілер эпидахуалға байланысты ара қашықтықты сақтаулары қажет. Елдегі төтенше жағдай режиміне байланысты халыққа қызмет көрсету орталықтары өткен аптада жұмыс істемеді. Соған байланысты құжаттарды алу бойынша жұмыстар кешеуілдеп, аздаған қиындықтар орын алды. Бірақ қазір Жетісайдағы жағдай қалыпты. Мемлекеттік қызметтерді алу кезінде техникалық іркілістер жоқ. Карантин кезінде шамалы ешқайда бармай қиналып қалдық. Қазір Құдайға шүкір жақсы. Негізі халыққа дейсін осындай жақсы қызмет көрсетілу орталықтары көп болса, заман тыныш болса, кешегідей бұзушылыққа жұрттар қосылып кетпесе балдар, соны тілейміз. Қолда бар мәліметке сүйенсек, бүгінде аудандағы орталықтарға күнде 400-ге жуық азамат келіп қызмет алады. Олар үшін барлық жағдай қарастырылған дейді мамандар. Атап айтқанда өз-өзіне қызмет көрсету бұрышы, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған мініп түсу сатысы барлығы өз деңгейінде жұмыс істеп тұр. Құжаттарды алу барысында да түсінбеушіліктер тіркелмеген. Бізде жұмыста 17 қызметкер бар. Күніне шамамен 400-ге жуық қызмет көрсетіледі. Оған қоса өзіне өз қызмет көрсету бұрышы бар. Ол жерде қызметкер тұтынушыларға кеңес беріліп, қызмет қалай алу керек жайлы кеңес берілуде. Айта кететін жағдай, халыққа қызмет көрсету орталықтары сенбі мен жексенбі күндері жұмыс істемейді. Эпидахуалға байланысты азаматтардан әлеуметтік арақашықтықты сақтау және медициналық бетперде кию талап етіледі. Сондай-ақ ашық қосымшасы арқылы қауіпсіз мәртебесі бар азаматтарға рұқсат етіледі. Жетісай ауданынан Мақсұт Айтжанов, Нұржан Сейдазимов, Қуаныш Әуелбеков, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.